Оның бойы 168 сантиметр. Оның жеке рекорды 8 жеңіс, 3 тең аяқтап, біреуінде жеңіске жеткен. Оның жасы 30-да грэплингтен халықаралық дәрежедегі спорт шебері ADCC Азия чемпионы Алатауының барысы Расул Тезекбаев, Қырғызстан. Ардақ ағайын, ал енді октагонның қызыл бұрышындағы батырды таныстырып өтейін. Куньлунь күшті лигасының чемпионы, WBK лигасының чемпионы, UFC-дегі тұңғыш қазақ баласы. Қошаметпен қарсы алыңыздар. Жұмабек Тұрсын, қазақ баласы. Рефери Бауыржан Сыздықбаев. Жауынгерлер ортаға. Жауынгерлер ережені білесіңдер. 3 раунд 5 минуттан жүреді. Ережені бұзбаймыз. Тоқта деген бұйрықтан кейін барлық әдістер тоқтатылу керек. Нұсқаулар түсінікті ма? Сәттілік қол алсамыз. Бұрыштарға барамыз. Ардақты ағайын, батырларға бір дуғыл шапалақ күш қуат беріңіздерші. Рахмет. Итак, первый раунд этого поединка. Жумабек Турсын против Расула Тезекбаева. Казахстан против Кыргызстана. Жумабек Турсын, я думаю, не нуждается в представлении. Первый этнический казах, который подписал контракт с лучшей лигой в мире UFC в 2014 году. Это было. Хай-кик сейчас в исполнении бойца из Кыргызстана. Размашистый лоу-кик. Работает в стойке левши. Расул Тезекбаев активно прессингует. Пытается достать правым кроссом Жумабек Турсын. Свой дебютный поединок Жумабек провел в 2009 году. Выступал он преимущественно в Китае. Забрал несколько региональных поясов. Размашистый удар, правый оверхенд. К сожалению, не достигает цели и не потрясает соперника. Снова лоу-кик. Удар с разворота от Расула Тезекбаева. Расул, между прочим, является весьма титулованным грэплером. Он был чемпионом Азии по грэплингу по версии ADCC. Также был участником чемпионата мира по грэплингу, также по этой версии, который проходил в Бразилии. Лоу-кик, который потрясает сейчас Жумабека Турсына. Попытка проведения тейкдауна от Расула Тезекбаева. Вот здесь нужно быть крайне осторожным первому казаху в UFC, потому как весьма опасный именно в партере Расул Тезекбаев. Забирает позицию бэк-маунт. Наносит удары. Несколько размашистых точных ударов от бойца из Кыргызстана. Защищается Жумабек Турсын, стоит на ногах. Забирает спину. Попытка проведения душения со спины сейчас от Расула Тезекбаева. Понимает прекрасно, что и будет дальше. Жумабек Турсын все-таки 30 боев за плечами. С 2009 года выступает этот спортсмен в ММА. Так вот, успешно выступал Жумабек Турсын в 2014 году. Предложил контракт UFC, где он провел 3 поединка. Забирает сейчас, пытается забрать шею для проведения удушающего приема Тезекбаев. «20 побед, 9 поражений сейчас у Жумабека Турсына, его соперника 8 побед и 3 поражения. Снова забирает позицию бэк-маунт, на этот раз нет, фулл-маунт уже. Позиция бокового контроля. Если это была бы схватка по грэплингу, то здесь была бы, наверное, в сухую схватка. Обращается к рефери сейчас. Расул Тезекбаев, не совсем понятно почему. Позиции бокового контроля. 2 минуты остается до окончания первого раунда. Не самая, конечно же, удачная полоса сейчас у Жумабека Турсына в карьере. Находится он на серии из 4 поражений к ряду. Позиция север-юг сейчас.
от Расула Тизикпаева. Сможет ли провести удушающий прием в этой позиции? Мастер спорта международного класса по грэпплингу Расул Тизикпаев. Вырывается захват и пытается сейчас провести рычаг колена. Тизикпаев. Остается 90 секунд до окончания первого раунда. Очень агрессивный, конечно же, мы с вами грэпплинг наблюдаем прямо сейчас. Работа в партере. Позиции меняются весьма стремительно. Нога остается в захвате и у Турсуна. Обоюдный захват сейчас. Кто же сможет выйти из этой ситуации победителем? Минута до окончания, даже меньше минуты до окончания первого раунда. Снова пытается провести рычаг колена Расул Тизикпаев. Держит в захвате своего оппонента Жумабек Турсун. Пытается забрать позицию бэкмаунта. Турсун. Нужно сейчас занимать другую позицию. И оказывается на спине Жумабек. 20 секунд до окончания первого раунда. Забирает спину снова Расул Тизикпаев. В доминирующей манере проводит первый раунд боец из Кыргызстана. Сейчас секунданту, конечно же, нужно углу Жумабека Турсуна дать нужные установки для проведения второго раунда. Что нужно делать Исатай Нурберген во втором раунде Жумабеку Турсуну, чтобы одержать победу? Я шыны керек, отандасымыздың жағдайы өте қиын екенін көріп тұрмыз. Бұл жерде Жұмабектің біраздан бері октагонға шықпағанды ескеруіміз керек. Бұл спортшыларға өте үлкен әсерін тигізеді және егер тактикаға келетін болсақ, барынша партерден бас тарту керек. Я грэпплинг өте жоғары, мына қырғыз спортшының өзінің грэпплингтен чемпионы және де ғана айтып кеткен. Егер әдістен әдіске осылай көшіп жүре беретін болса, бір жерде ұстап алады. Сондықтан барынша партерден қашу керек, бірақ аяқта тұрып айқасқанда да көрдік, Тизикпаев осал емес. Және Жұмабекке қарағанда сәл жылдам сияқты, бірақ енді екінші раундта қазір отандасымыз сәл өзгерістер енгізеді деп үміттенеміз өз тактикасына. Алғашқы раундта толықтай қырғыз спортшысының еншісінде кетті. Екінші раунд. Расул Тизикпаев, Жұмабек Турсун. Өте жақсы. Жұмабек бауырымызға әрине оңай емес, көптен төбелескен жоқ. Қателеспесем бір 3 жылдай уақыт болып қалды төбелеспеген. Кәсіпқой ММА-де сонау 2018 жылдан бері көрген жоқпыз. Ал 3 жыл дегеніміз бұл әрине өте көп уақыт. Өте жақсы. Міне қазір осындай оверхендтер керек. Ал Расул Тизикпаев жекпе-жек тізгінін толықтай өз қолына алып алды. Аяқтан нық жүріп, тіпті ойына келген шабуылдарды ұйымдастырып жүр деуге болатын шығар. Әзірше күресуге асығар емес. Ыңғайлы мүмкіншілікті сәтті күтіп жүр. Тизикпаевтан әрине қазір күрестік теміз. Міне осындай эпизодтардан Жұмабектің біраз сасқалақтап жүргенін көріп тұрмыз. Өте сақ. Сақтықта қорлық жоқ демекші. Бірақ жекпе-жек тізгінін қолына алу керек. Олай болмаса, Расул Тизикпаев қазір өз дегеніне жетеді. Өте керемет ұйымдастырылған шабуылдар, бірақ көздеген жерлеріне екі спортшы да тигізе алмады. Ал дәл осы лоу-киктер міне өз жемісін беріп отырғанын көріп тұрмыз. Тағы бір лоу-кик.
жұмабекке өзі бірінші номер болып жұмыс жасау керек. Все. Бірақ сондай мүмкіншілікті бермей отыр, иә? Бермей отыр, иә. Әйтпесе қырғыз спортшысы өзіне нық сенім артып отыр. Еркін сезініп. Өте жақсы. Не, дәл тиген екі соққы. Нокаутқа түсуге жақын қалды. Жұмабек Тұрсын шығу керек бұл жерден. Рефери қазір араласу мүмкін жоқ. Тезекбаевтың өзі шабуылын жалғастырмау жөн санаған екен. Лоу-кик. Тым көп соққы өткізіп алды Жұмабек. Қазір Тезекбаев тағы бір осындай шабуыл ұйымдастырса, жекпе-жек аяқталып қалуы әбден мүмкін. Я, дәл осы аралас жекпе-жектің қай жағында алып қарастырмасақ, Расул Тезекбаев біздің өкінішімізге орай Жұмабек Тұрсыннан дәл қазіргі уақытта бір бас жоғары екенін көрсетіп отыр. Бұны мойындауымыз керек. Бірақ бұл аралас жекпе-жек, сондықтан кез келген уақытта жеңісті жұлып алуы мүмкін. Бұған дейін әсіресе жастар бүгінгі көрсетіп кеткен болатын атыраулық. Ашық ұрысқа шақырып отыр Жұмабек. Провокация. Бірақ басқа амал жоқ жеңіске жетеді. Оны түсініп отыр. Тек қана ашық ұрыс бір соққыны тигізіп нокаутқа Рубкеге шақырып отыр. Иә. Нокаутқа түсіру қарсыласын. Бұл өте дұрыс шешім менің ойымша. Күрес болсын, соққы алмасу болсын, еш мүмкіншілік бермегенін көрдік. Қырғыз спортшысының жоғарыда айтқандай бір бас жоғары болып көрінді. Сондықтан дәл осындай соққы алмасуда мүмкіншілік іздеу керек. Өте жақсы, лоу-кик. Бірінші раундтан кейін қалай дегенмен Жұмабек Тұрсын белгілі бір қорытынды жасап шыққан сияқты. Тезекбаев қазірше күресуге мүмкіншілік берген жоқ. Жақындауға мүмкіншілік берер емес. Октагонда айналып жүріп шабуылдауда. Өте жақсы бірнеше шабуыл қырғыз спортшысының орындауында және алғашқы тейкдаунға да ұмтылды. Еш қиындықсыз құлата алды қарсыласын. Қарсыластарын қазір Жұмабектің аяқтарын толықтай айналып өтуге сәл ғана жақын қалды. Бірақ Тезекбаевтың да біраз шаршап қалғанын көріп отырмыз. Өте жақсы. Ыңғайлы позицияны алды қазір. Бірақ соққы жаудыруға мүмкіншілік жоқ. Және дәл осы позицияда раунд аяқталатын сияқты. Тіпті Тезекбаев бұл жерде соққы жаудыруға ниетті танытқан жоқ. Осылайша екінші раундта аяқталды. Бұл раундта да қырғыз спортшысы басым болған барлығымызда түсініп отырмыз. Seconds out, prediction success. Жұмабек, өзің соқшеш, өзің бар. Өзің бар, өзің. Жұмабек, өзің бар, прессинг, өзің бар. Өзің бар. Итак, третий раунд этого поединка. Жұмабек Тұрсын против Расула Тезекбаева. Занимает центр октагона оба спортсмена. Работает первым номером боец из Кыргызстана
меняя периодически стойки. Темп поединка значительно, конечно же, снизился по сравнению с первым раундом. Мидл-кик и подскальзывается сейчас на канвасе. Жумабек Турсун этой ошибкой пользуется. Расул Тезикпаев пытается перевести бой в партер, где намного сильнее он своего оппонента и где он чувствует себя, точнее, где чувствует свое преимущество. В гарде работает у своего соперника в защите Расул Тезикпаев. Представляет клуб Алапсемитей, город Ош. Также является чемпионом Кыргызстана по боевому самбо. Так, рефери поднял бойцов в стойку. Правильное решение, на мой взгляд. Активности не наблюдалось в партере. Поэтому бой продолжается в стойке. Несколько лоу-киков. Отвечает таким же лоу-киком Жумабек Турсун. Размашистые удары от бойца из Кыргызстана. Пошел со своей серией. Турсун отвечает также лоу-киком. Между прочим, Жумабек также вписал свое имя в историю казахстанского ММА как первый казах, кто подписал контракт с Professional Fighter League, PFL. Так что вот такие вот регалии есть у Жумабека на данный момент. Левый кросс от Тезикпаева. Осторожно работает Расул Тезикпаев. Пытался сейчас пробить хай-кик. Отвечает хорошей серией Жумабек Турсун. Наблюдается уже покраснение на левой ноге Турсуна после пропущенных ударов. Заводит здесь аудиторию и публику. Жумабек Турсун, и поддерживают его болельщики. Не ведется на провокации Расул Тезикпаев. Не идет на риск, не рискует боец из Кыргызстана. Отличная сейчас попытка проведения тейкдауна, которая увенчалась успехом. Но опасно, в нога осталась в захвате. У Жумабека Турсуна наносит удары сверху сейчас боец из города Ош. Пока у нас ничего не происходит. И рефери снова поднимает бойцов в стойку. 10 секунд до окончания, по всей видимости, до окончания этого поединка. Безусловно, не самый зрелищный бой, но тем не менее самый развлекательный. А Жумабека Турсуна умеет он работать с публикой, делает это весьма неплохо. Снова пошел со своей серией Расул Тезикпаев. Правый прямой удар от кыргызстанца. Ушира в корпус не попадает от Жумабека Турсуна. — 10 секунд остается, и Жумабек Турсун просто устроил тут прогулку в октагоне. Оба бойца изрядно подустали, но мы ждем официального решения судей по итогу
этого трехраундового поединка. Ну и затем соглавное событие вечера. Нодар Котынашвили против Иламана Саясатова. Ну и главный бой, мейн-эвент, главное событие Virgin Fighting Championship. Это поединок Романа Головинова и Куата Хамитова. Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, төрешілердің бір ауыз шешуімен жеңіске жеткен Қырғызстанның жауынгері Расул Тезекбаев. Ал енді арнайы кішігірім марапаттау рәсімі бар. Ардақты ағайын, біздің бауырымызға да Жұмабекке бір ду қол шапалақ етсеңіздер. Көп рахмет. Және де демеушілердің атынан арнайы Расул Тезекбаев. Расул марапаттауға сізге арнайы құрмет хаты, және де Жұмабек бауырымызға, Жұмабек сізге де арнайы демеушілердің атынан. Ал енді естелікке бір сурет.